Тапсырасыз, ай Аллаға не қыласың? Тапсырса Аллаға не қыласың? Ассалаумағалейкум барлықтарыңа. Қалайсыңдар? Жағдайларың қалай? Бүгінгі менің тақырыбым көп нәрсені негізі өзіміздің мойнымызға жүктеп аламыз. Өзімізді өзіміз қинап тастаймыз. Бұл өмір жалпы табиғатында өзі бір жеңіл сынақ емес адам үшін. Форматтағы алаң емес. Бірақ біз соның үстіне қоса өзімізді өзіміз қинайтынымыз бар да. Өзімізді қатты қинап жібереміз. Не арқылы? Тәуекелсіздік арқылы. Біз тәуекел етпейміз. Бүкіл жүкті өзіміздің мойнымызға асып аламыз. Байқасаңыздар, қазір барлық адам нәтижесін уайымдайды. Адам мен туралы не ойлап жатыр? Мен мына нәрсені жасадым, бұның түбі бола ма, болмай ма? Мен қазір бизнес бастасам, бизнес ашатын болсам, ол жүре ма, жүрмей ма? Менің жұмысым ата ма, атпай ма? Бай болам ба, бай болмайым ба? Деген ойлардың барлығы түбінде адамның ішкі сенімі, тәуекелі аздығын көрсетеді. Тәуекел деген нәрсе ол адамның нәтижені Аллаға тапсыра алуы ғой. Бір сөзбен айтқан кезде нәтижені Аллаға тапсыра алу. Бірақ нәтижені Аллаға тапсыра алу үшін сен әрекетті толықтай өзің жасап үйрену керексің да. Толықтай өзіңнің мойныңа жауапкершілік қылып мінгізу керексің. Қара, екі шеңбер бар. Сенің шеңберің бар және Алланың шеңбері бар. Сенің шеңберің ол сенің қолыңнан келетін іс-әрекеттер. Бүгінгі күніңде берілген нығметтердің барлығын қолдану ол сенің шеңберіңде. Сенің күшіңді, энергияңды, сенің біліміңді, сенің қолыңды, аяғыңды дұрыс жолда қолдану міне сенің шеңберің. Қолыңнан келетін нәрсенің барлығын жаса, Аллах сен үшін зұлым емес екеніне сен, Аллах сенің нығметіңді міндетті түрде қайтарады, береді, жақсы көлемде береді, өте көп көлемде береді иншалла, екі дүниеңе де береді иншалла деген нәрсені түсініп, талап қоймай, өзіңнен ғана талап етіп үйрену міне осы тәуекелді арттырады екен негізінде. Мидың тарапына келетін болсақ, ми өте түсінікті қадамдарды ұнатады. Түсініксіз қадамнан мида тревога басталады. Мысалы үшін, мен бүйтіп айтсам, Абдрашид, на телефонды ал дейтін болсам, онда телефонды ми алады да, міне телефонды алады қолына, міне осы жерде басталған іс аяқталды, ми рахаттанды, ләззат алды, өйткені ол бастаған ісін аяқтады, соның нәтижесінде ләззат алды, дофамин бөлінді, біз кайф алдық деген сияқты. Завершенный цикл, іс бітті деген сөз да. Ал енді мен бүйтіп айтатын болсам, Абдрашид, телефонды ал, бірақ телефонды алардың алдында анау ютубты көріп жатқан Рабиға саған лайк басу керек, анаяқта отырған Нұрдәулет саған комментарий жазу керек, анаяқта отырған Мақсат саған не деген сен мықтысың деген сообщение жазып жүру керек деп айтатын болсам, онда менің миым не істейді? Өзінің контроліндағы, өзінің қолындағы дүниені алады да, бүйтіп телефонды алайын деп жатқан кезде келеді да, мына тентіректеп қалады, қорқып қалады, шошынып қалады. Мақсат жазбай қалса ше, Рабиға лайк баспай қойса ше, анаяқта ойбай Нұрдәулет өйтпей қойса ше дейді да, сонымен қой, істемей қоямын дейді. Көрдің бе, қандай стресске, қандай напряженияға кіріп кетеді. Міне тәуекел етпеу миды напряженияға кіргізеді. Неге? Өйткені біріншіден мен Рабиғаның лайк басатын баспайтын мен қадағалай алмаймын, оны қадағаламасам нем бар, мен оны уайымдап ойлап. Тура сол сияқты сен біреудің ойын қадағалай алмайсың ғой, неге уайымдап жүрсің, ол сен туралы не ойлап жатқан. Тура сол сияқты сен нәтиженің дәл осы сәтте келуін, мысалы үшін айының соңында 100 миллион табу деген нәрсе мақсат бола алады, ниет бола алады, қалауың бола алады, пожалуйста, дұғаңа қос, сұра, бірақ ол нәрсе үшін уайымдап 100 миллион болмаса, деп айту, ол сен Құдай емес, сен білмейсің ғой, миллиард фактор бар ол нәрсенің болу-болмауына әсер ететін. Ол тура сол сияқты сенің миыңды қатты телефонды аламын, Рабиға лайк басса деген сияқты бір өзіңнің миыңа қиын нұсқаулық беру болып саналады. Қиын задача беру, ми оны орындай алмайтын формадағы задача беру болып саналады. Көрдің бе? Тәуекелсіздік сенің миыңды стрессқа түсіреді және сені ең жаман нәрсе әрекетсіздікке ұшыратады. Өйткені ми енді істейін деп жатқан кезде ішінде орындауы мүмкін емес задача тұрады. Өйткені оның қолында емес болғаннан кейін, ол бағанағы Рабиғаның қолындағы дүние болғаннан кейін, ол алады да деп паниковать етеді да, әрекетсіз қалып кетеді. Көрдің бе? Тәуекелсіздік сені әрекетсіздікке итермелейді. Ал тәуекел қалай болады? Мен мынаны істеймін, Абдрашид телефонды ал, Рабиға жазса жазады, жазбаса енді Аллаху әлем көреді өзі, басқа жағын. Рабиға жазбаса басқа біреу жазар, басқа біреу жазбаса тағы басқа біреу жазар. Ешкім жазбай қойған күннің өзінде де мақұл, ешнәрсе қылмайды. Ешкім мен видеомды көрмей қойған жағдайда да Аллах бәрібір мен өз тарапымнан, өз қолымнан келетін нәрсенің барлығын жасадым, қалғаны Аллахтың қолында деп тапсыра алу өміріңді бір рахаттандырады, бір жеңілдендіреді. Нәтижені Аллаға тапсыру деген нәрсе ол Алланың шеңберіне кірме. Ол дегенімізді қалай тексереміз? Өзің контрольда ұстай алмайтын дүниенің барлығы тәуекелге ұшырау керек. Нәтиже сен контрольда ұстай аласың ба, нәтижені ұстай алмайсың. Сол үшін тәуекелге жібер. Мысал үшін погода қандай болатынын білесің ба? Білмейсің,
Аллах қалай қалайды солай болады. Болды, тәуекелге тапсыр. Қандай пагада болса да мәз боласың. Адамдардың ойы тәуекелге тапсыр. Біреудің сен туралы ойы тәуекелге тапсыр. Ал әрекеттерді вот осы жерде жауапкершілігіңді ал да бүкіл контроль, бүкіл перфекционизміңді әрекеттеріңе қос. Сен бүкіл контроль перфекционизмді нәтижеге қосып қойғаннан кейін сен әрекетке тәуекел етіп жатсың да, тым істемей нәтижеге қалса екен деп жатсың да, или болмаса көп істейсің да, бірақ келмей қалатын болса, нәтиже уақытылы сен ойлағандай, сенің талабыңдай, астағфиралла, біз Құдайға талап қойып тастаймыз сол кезде, сенің бағанағы ойыңдағыдай келмей қалатын болса, сен тырысып қаласың да ренжіп қаласың. Кімге ренжіп жатсың? Кімге ренжіп жатсың? Сенің Аллах өзі біледі қашан беретінін, бірақ сен сол Аллаға ренжіп қалдың сол сәтте. Болды дейсің да, екінші істемей қоясың. Выгоранияға ұшырап кетесің. Өйткені ожиданияларыңа сай болмай қалды. Не дара сенің ожиданияларыңа, сенің жасаған әрекеттерің сай болмай қалды. Не дара сенің ожиданияңа адамдар сай болмай қалды, нәтиже сай болмай қалды. Ол өте үлкен қастерлік, өзіңнің өміріңе жасап жатқан, жоқ жерден келіп жатқан үлкен бөгет, өзіңнің өміріңді тоқтатып жатқан бір замоктар деп айтсақ болады, кәдімгідей бычтың шығарып жатқан замоктар деп айтсақ болады. Сол үшін ол замоктарды алып таста, тәуекел етіп үйрен. Өзіңнің қолыңнан келетін әрекеттің барлығына фокустың барлығын қой. Қолыңнан келетін әрекетті на максимум жаса. План А, план Б, план В, план С, план Г, план Д, план Е барлығын жаса, пожалуйста. А осының барлығын жасап болғаннан кейін нәтиже келмесе, онда нәтиже келді. Міндетті түрде нәтиже бар. Бірақ ол сен ойлағаннан да артық, сен ойлағаннан да керемет кемел. Просто сенің таймингіңа түспейді. Бірақ Аллах сенің таймингіңа түсуі керек емес. Ол сенің Құдайың. Ол Құдай, ол бізге бағынбайды. Аллах бізге айтады ғой, мен сендерге мұқтаж емеспін дейді. Біз Аллаға мұқтажбыз. Біз кейде Аллахтың Құдай екенін есімізден шығып кетеді. Біз кейде бір Аллаға андай қылып қараймыз да, желание сияқты. Мен қаладым, болды, бере бер деп. Оған да себеп бар. Трансерфинг реальности, неше түрлі миыңды программировать ет, подсознаниеңді қос, ананы өшір, мынаны қос деген үлкен бір идеялар, дұрыс емес идеялар миымызға кіріп кеткеннен кейін біз сөйтіп дұрыс емес қабылдап қалдық. Түбінде, бұл роликтің түбінде айтатын мәселе, тәуекел деген нәрсе, ол сенің өміріңді жеңілдететін, жүкті дұрыс көтере алатын, дұрыс қадамдар жасап, бұл өмірден ләззат алып, рахаттана алатын бір хал. Сондықтан нәтижені тәуекелге бер, Аллаға тапсыр. Аллаға тапсыра сал. Керек емес саған оны көтеріп, өйткені қиналып қаласың.